2020 жыл маусым айы карантин кезі еді. Аллахтың қалауымен екі жақ танысып тәтті шайымыз өтті. Тойдың болғаннан боларсы қызық демекші, абыр-сабырмен жүріп әйтеуір жасауымды дайындап, ұзатуға дайындала бастадық. Қызу дайындық үстінде ойламаған жерден июль айының 17 жұлдызында Мағауия маған сөз салды. Сол сәтте мүлдем есімнен кетпейді ғой. Негізінде ойламаған жерден деп айтып жатырмын ғой, бірақ та іште күтіп жүрдім ғой, енді тәтті шай болғаннан кейін. Бірақ та қай күн жасайтынын білмедім. Ол маған сюрприз қылып жасады. Енді оны Инстаграмнан, Ютубтан өздеріңіз көріңіздер ғой. 3-4 күн ұйықтамай дайындалған. Енді ол кез келген қыздың арманы деп білем. Сол кездегі сезімді айтып жеткізе алмаймын. Және де ол кезде менен асқан бақытты жан жоқтай болды. Үлкен қуанышпен жүрегімдегі қимастық сезімді қатар сезініп жүріп, ұямнан ұзатылатын күнімнің қалай тез келіп жеткенін білмей де қалыппын. 23 тамыз. Ата-анам еркелетіп, қолдарында мәпелеп өсірген қыздарын ұясынан ұшырды. Негізі әрбір ата-анаға өте қиын зат қой. Қыз баланың тағдыры өте ауыр. Бірақ та оған көну керек. Басқа амал жоқ. Солайынан өзімнің екінші үйіме келдім. Осылайша менің келіндік өмірім басталды. Негізі енді екінші үйім, жаңа отбасым жайлы айтып кететін болсам, менің екінші әке-анам өте жақсы жандар. Жалпы қыздар білесіздер ме, мен тұрмысқа шықпас бұрын Алладан ата-енемнің көркем қарым-қатынаста болғанын шын жүрегімнен сұраған болатынмын. Олар мені қызындай көрсе, мені қызындай еркелетсе, жақсы көрсе деп тіледім. Көріп жүргендеріңіздей қабыл болды. Шүкір. Енем екінші анам жайлы мен деген ұзақ айта бере алам. Өйткені соған шынымен де лайықты жан. Көп жақсы сөздер айта бергім келеді. Мамам менің жасымның кіші екенін ескеріп, барлық білмеген жерлерімді байыппен түсіндіреді. Енді болады ғой, жас болғаннан кейін кейбір кезде дұрыс емес сөйлеп қоям, бір нәрсені дұрыс жасамай қоям, ағаттық жасайым. Артық кетіп қалатын жерлерім де жоқ емес. Кейін бір жеке қалғанда өзі жаныма келіп, Аружан, мына жерде мынандай болады, мына жерде былай істеп қойын, үйтіп қойын деген сияқты қылып түсіндіріп жатады. Ешқашан бетімнен қағып, сен мынаны дұрыс жасамадың деп ашуға беріліп, ұрысқан емес. Рахмет, мама, осындай қамқорлығыңыз үшін. Әрине басында бірден сіңісіп кеттім десем өтірік болар. Үйренісе алмай, өз отбасында сағынатын кездер көп болды. Бір басында 3 күндей бір бөлек әлемге өңшең бөтен адамдардың арасында жалғыз өзім қалып кеткендей сезім болды. Қайта-қайта маған іздей берем, қайта-қайта қайдасың деп жаза берем. Бірақ та кейіннен енді жаңа отбасым жылулығының арқасында үйренісіп кеттім. Кейіннен мама қалжыңдайтын болды. Аружан бір бұрыннан осы жерде тұратын сияқты, бір жаңадан келген адам емес сияқты деп. Шүкір Аллаға. Менде сосын қайын әпкем бар, қайын сіңлім бар. Олар да өте жақсы жандар. Қайын әпкем өзінің ақылын білдіріп, советтерін береді. Қайын сіңлім болса үй шаруасына көмектеседі. Тоже секреттерін айтып қояды маған.
Енді блогер болғаннан кейін мен жұмыс ретінде қараймын, және де жұмыспен жүріп қалатын кездерде болып қалады. Кейде үйге кеш келіп қаласың, кешкі асты жасамай қалам, үлгермей қалам. Адам болған соң болып тұрады ғой енді ондай нәрселер. Бірақ та сондай кезде қайынсінім көмекке келеді. Жасап қоя салады, мені күтіп, жеңгем қашан келеді екен деп отырмайды. Діни адамгершілігі мен түсінігі мол, отбасыға келін болғаныма, мага сияқты сондай қамқор жанның жары болғаныма Аллаға шүкір.